Сәлеметсіздер ме, менің құрметті оқырмандарым? Бүгінгі видеомда мен сіздерге қасиетті түн, қадір түні туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Қадір түні арабша Лайлат-уль-Қадр, қасиетті түн, ораза айының соңғы 10 күнінің бірінде болады. Бұл түн туралы Құран кәрімнің Қадір сүресінде айтылған. 5 аяттан тұратын сүреде Құранның Қадір түнінде түсірілгендігі, оның 1000 айдан қайырлы екендігі, бұл түнде Жәбірейіл періште Алла әмірімен жер бетіне түсіп, адамдарға қызмет ететіндігі және таңға дейін тыныштық болатындығы айтылады. Қадір түні періштелер мұсылмандарға дұға оқып, тілеулес болады. Жасалған ғибадаттың 1000 айға, яғни 83 жылға тең болатындығына байланысты мұсылмандар Қадір түнін құлшылықпен өткізуге тырысады. Кейбір риуаяттарға қарағанда Қадір түні Рамазан айының 27-ші түні, дегенмен Қадір түнінің дәл қай түн екені белгісіз. Сондықтан тақуа кісілер ораза айының соңғы 10 түнін түгелдей құлшылықпен өткізеді. Кімде-кім сауабын тек қана Аллахтан күтіп, ықыласпен сол түнді ғибадат жасаумен өткізсе, күнәлары кешіріледі дейді. Сондықтан мүмкіндігінше әрбір пенде Қадір түнінде берілетін сыйдан мақұрым қалмауға тырысу керек. Ол түнді бос өткізбей дәрет алып, 2 бас болса да намаз оқып, Аллах тағаланың шексіз мейірімінен шын жүректен сұрап дұға еткен жөн. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам басқа уақыттарда әрбір жақсылықтың сауабы 10 есе болса, Рамазанда 1000 есеге артады, жұма түндері 1000 еседен асып, Қадір түнінде 30 мыңға дейін жетеді деген. Қадір түні 1000 айға тең деп Құранда айтылған. Бұл сан есеп бойынша 83 жыл 4 айға тең келеді. Қияметте Аллах тағала хикметімен емес, құдіретімен амал етеді. Сол сияқты Қадір түнінде де Аллах тағаланың құдіреті үстем болады. Ол түннің қадірін білгендерге Аллахтың мейірімі мен берекесі жауады, ал одан құр қалмау адамның рухани сергектігіне байланысты. Арабшадағы қадір сөзі қадірін білу деген мағынаны да қамтиды. Олай болса, қадірім артсын десеңіз, бұл түннің қадірін біліңіз. Бұл түні таң ағарып атқанға дейін Аллах тағаланың мейірімі төгіліп тұрады. Құрметті оқырмандарым, бір жылда бір-ақ рет келетін қасиетті Қадір түнін босқа өткізбей, құлшылықпен өткізейік. Алла тілеген тілектеріңізді, ұстаған оразаларыңызды қабыл етсін. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.